малдың баласы минаны балғамен ұрып отыр дейді, бомбаны. Сөйтсе біреу алып тұрып, не істеп отырсың? Жарылып кетеді ғой, жарылса жара берсін, үйде тағы бар деп айтады дейді. Өзбек пен қазақ көріс тұрады екен. Сөйтсе қазақ кекіріп шыққан ғой әбетте. Сонымен өзбек сұрады, қазақ кекіретіндей не жеп шықтың деп. Сөйтсе қазақ айтады дейді, күріш деп. Сол өзбек айтты, солда тамақ болып па? Өзбек өзің не жеп шықтың десе, өзбек айтты, мен палау жедім. Артынан көк шай іштім десе, қазақ айтады дейді, онда сенікі де күріш көже болған екен ғой деп. Тағы қазақ пен өзбек сәсет көрші. Өзбектің қорасында помидор, бәдірек, қауын, қарбыз бәрі клубника пісіп тұр. Қазақтың қорасында тап-тақыр іштеме жоқ, екі өгізі бар екен да. Әбеттің кезі ұйықтап жатыр қазақ. Өзбек қорасында жүрсе, қазақтың бір өгіз босанып кетіп, енді қорасында шөп жоқ қана, өзбектің қорасын қиратып, ішіндегі помидорларын жеп, клубника үстіне аунап жатыр дейді да. Сөйтіп өзбек ана өгізге шамасы келмейді, қораның төбесіне шығып, қазақ деп айқайлап та. Қазақ деп, қазақша, не болды айқайлап соншама, не болды? Ой, ана өгіздің даса жаздағы пинетті құртты ғой деп. Сөйтсе қазақ тұра тұр депті да, үйіне кіріп кетті жүгіріп. Үйіне қамшап шығып, анау маяқта жүрген өгіз емес, үйдің алдында өгіз сабап жатыр дейді ша. Одан ең бір ананас десе, босанып кетсе, бұл одан жаман. Сонымен бір өгізді сойып жіберген ғой, жоқ өгіз. Бір жалғыз өгіз қалды. Bir gün өгіз тағы да босанып келіп, өзбектің қорасын тағы кіріпті. Сол өзбек айтты қазаққа, бұнда міне қайта өгізін бір емес, екі емес, қорамен бытшын шығарып қойды. Сөйтсе қазақ айтады дейді, осы сендердің тауықтарың үй жаққа топ кетсе де үндемейміз ғой деп айтады дейді. Бір жігіт айтады дейді, мен қазірде ән шығарып жүрмін деп. Қой, қашаннан бері композитор болып кеткенсің ба десе, ана жігіт айтады дейді, иә, кеше әннің бірінші куплетін енді айтып болсам, радиодан екінші куплетін айтып жатыр деп. Бір қыз Алматыға бірінші рет келіпті да, келе салып бір таксофонға барып айтады дейді, апай маған ішіңіз қандаған жоқ па деп. Бір күні бір жігіттен сұрапты да, бауырым осы сен үйленгенсің ба десе, ана жігіт айтады дейді, түрмесі сондай